Сәлем, құрметті достар. Бүгінгі тақырып балалар тұмаумен ауырған кезде осы 7 ережені ұстану керек. Бірінші ереже: егер бала қатты әлсіремей ауырған кезде жүгіріп ойнап жүрсе, ол баланы төсекке жат, сен ауырып жатсың деп төсекке күштеп жатқызбау керек. Режим бұрынғыдай бола берсін, ойнап жүрсін, күліп жүрсін. Ал әлсіреп температура көтерілсе, өзі жатқысы келіп, бала төсекке жатады. Яғни баланы өз еркіне жібересіз. Сіз тек жағдайын бақылап отырасыз. Екінші ереже: тамақ жегісі келсе, жесін. Баланы өз қалауына ерік беріңіз. Аппетитке байланысты, яғни балаға тыққыламау керек. Егер бала тамақ жегісі келсе, онда бала өзі жейді. Егер тамақ жегісі келіп, маған тамақ деп сұраса, онда ол тәуір болып келе жатқанның белгісі саналады. Үшінші ереже: су ішу. Бала тұмаумен ауырғанда температура кезінде су ішкізу өте маңызды. Барынша су ішкізіңіз балаға. Төртінші ереже: ауа ылғалды болу керек. Үйде температура 22 градус болу керек. Ауа ылғалдатқыш қосыңыз. Ол болмаса, матаны дымқылдап бөлмеге қойыңыз. Ауа құрап кетпеу керек. Бесінші ереже: балада жайлы киім болу керек. Бала қатты қымталған немесе ыңғайсыз кимегені дұрыс. Ол да ауырып жүрген балаға әсер етеді. Алтыншы ереже: тұзды су. Мұрынға тұзды су тамызу керек. Мұрын бітелгенін кетіреді, мұрынды тазартуға өте пайдалы тұз. Жетінші ереже: дәрі беру. Балада температура түспесе, ауру басылмай жатса, парацетамол және ибупрофен беріңіз. Салқын тигенде қызуға осы екі дәрі жақсы көмектеседі. Достар, қазақша контентті қолдап, каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып кетіңіздер. Мен комментарияны міндетті түрде қараймын. Сау болыңыздар, денсаулықтарыңыз мықты болсын. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me.